Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport жаңалыктар videoni bossamas burun arnaga tirkelib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Belbeyun qo'rg'agan Alimxan o'g'lining ESPN reytinginde o'rni belgili bo'ldi. Qozog'istonlik bokschilar Gennadiy Golovkin va Janibek Alimxan o'g'lining ESPN'de жарнартылған рейтингінде орны белгілі болды деп хабарлайды West KZ. Қазақстандық чемпиондар тізімі өзгеріссіз қалыпты. Головкин сол күйі екінші орында, ал Жанибек титулын сәтті қорғағанына қарамастан 4-тен көтерілмеді. Рейтингінің топ 10 тізімі: бірінші орында Жермар Чарло, ақш; екінші орын Геннадий Головкин, Қазақстан; үшінші орын Димитриус Андраде, ақш; төртінші орын Жанибек Алимханұлы, Қазақстан; бесінші орын Риото Мурата, Жапония; алтыншы Хайме Мугне, Мексика; жетінші Крис Юбинг, Ұлыбритания; сегізінші Карлос Адамес, Доминикан Республикасы; тоғызыншы орын Эрсланда Лара, Куба; оныншы Эскиво Фалкао, Бразилия. Men jauнгермін. Канело ең ауыр салмақтағы чемпион мен айқасы туралы. Екінші орта салмақта абсолют чемпион Саул Канело Альварес ауыр дивизион чемпионы Александр Усикпен жекпе-жек өткізуге қатысты ойын айтты деп хабарлайды. Менімен бары айқасқысы келеді. Бұл сирек құбылыс емес. Усик тамаша боксшы. Ол бірінші ауыр салмақты толып өтіп шықты. Мен жаунгермін, сондықтан маған осындай сынақтар ұнайды. Усикке рингте қатермен күресу ұнайды. Адреналин бізді осындай боксшы етіп отыр, дейді Канело. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.